Нұрмет шығыс медицина орталығына келдім. Шығыс медицинасы Нұршаш ханым. Алдында ұшып қонып кондиционерді қатты қосады ғой. Мойным сол жаққа қарай бір ұстап тұрда, суықтап қалған сияқтымын. Сол үшін сіздерден ем-дом алу үшін келдім. Ине, салатын шығарсыздар. Массаж. Сосын мезгілсіз уақытта ұшып қонғандықтан ұйықтап кеткен ғой. Сол кезде ұстап тұр әйтеуір сол жағын. Енді сіздің медицина оны реттеп беретініне сенімдімін. Баршамызға сәттілік. Бетті краскасын тазартайын деп тұрмын. Black Rice осындай керемет тазартатын бет күтімім. Алғандарыңыз болса, көргендеріңіз болса, менімен бөлісіп, бұл косметиканың сізге қалай әсер еткенін жазсаңыздар қуанышты боламын. Күшті. Осылай сумен жуып тастаймыз. Керемет. Ал қайырлы түн болсын, жақсы адамдар. Және жақсы тұрыңыздар. Қалайсыздар, қымбатты оқырмандар? Қайырлы таң болсын. Наконец-то өзімнің Динарама жеттім. Косметологым Динара. Осы Астана қаласы бойынша менің ең мықты косметологтардың бірі. Динара, көп болды. Саған жете алмай жүрдім. Бүгін не жасаймыз? Бүгін бірінші сіздің клеткаларыңызды боятып, одан кейін уже клеткаларыңызды қоректендіреміз. Осылай, аппаратпен, Ген 87. Баршамызға сәттілік, біз бастаймыз. Достар, мен Жанна-Жаннаға келдім. Жанна бізде өте тәжірибелі гинеколог маман. Сіздің 38 жыл ма, қанша жыл? Институт бітірген 37 жыл болды. Осы Астана қаласы бойынша жақсы гинеколог іздеп жүрген болсаңыздар, кеңес беремін. Сондай-ақ шығыс медицинасында тәсілін қолданады, сүлік салу бар. Анализдің барлығын осы жерде тапсырып, барлығы бір жерде. Портофино деген үлкен ғимаратта бұл кісі отырады. Жанна және де біздің мен сіздерге жүрген тамаша жапондық минералдарды өзі қолданады және де келген пациенттеріне кеңес береді. Солай ғой, Жанна. Карахат, ты помнишь, какие у меня волосы были, когда мы сфотографировали, знаешь? Жидкие, как они выпадали у меня, прямо здесь лысина появилась. А посмотри сейчас, как она, видишь? Балапанша штарковик-то. Осы минералдар кальций, Просто надо иметь в виду, что наш организм – это целая биохимическая лаборатория у нас, организм. Если взять даже печень, это царица старшая по тибетской медицине, там есть 500 лабораторий. Представляете, сколько, пока мы спим, отдыхаем и кушаем, сколько происходит реакции в организме. И чтобы эти реакции благополучно протекали, чтобы у нас хорошо работали гормоны, чтобы мы выглядели красиво, у нас были красивые волосы, лицо, и чтобы у нас хорошо работала голова и все органы, для этого нужно, чтобы в организм поступали макро-микроэлементы и витамины. Потому что сам организм это не может ничего выделять. Он не может. Единственное, как же есть вот в этом